Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін қуырылған рогаликке жасаймыз. Ол үшін айранды алып, оған аздап тұз, қант және сода салып араластырамыз. Реакция жүреді. Одан кейін ұнды аз-аздан салып бастаймыз. Барлық ұнымыз салып болған соң жақсылап қамыр илейміз. Ол қамырымызды жақсылап жаямыз жұқа етіп. Одан кейін алдымен 4-ке бөлеміз. Содан соң әр бөлігімізді тағы да 5-ке бөліп шығамыз. Одан кейін осылай видеодағыдай міне ораймыз рогалики сияқты. Одан кейін аздап басамыз үстін, өйткені көтеріледі. Егер баспасаңыздар, ортасы қалың болып кетеді. Одан кейін сұйық майда екі жағынан пісіріп аламыз. Болды, дайын. Ас болсын. Алда тағы да жаңа видеолар шығады, сол үшін каналыма жазылып қойыңыздар.